Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода біз алтын күз мерекесіне арналған салафаннан костюм және картоннан әдемі көбелектің қанатын жасап үйренетін боламыз. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен осындай картонға көбелектің қанатының суретін салып аламыз және кішкене төртбұрышты картонмен осы екі көбелекті ыстық клей арқылы жалғайтын боламыз. Міне осы видеода жалғап алдым уже ыстық клеймен. Енді дәл сол картонды бастырып, осындай бетіне өрнектерін салып, қара фетрдан көбелектің эскизін сызып аламыз және оранжевый фетрдан осы үстіне салған узорларымызды ақ фетрдан узорларымызды қиып дайындап алатын боламыз. Міне мен алдын ала барлығын қиып дайындап қойдым. Енді ыстық клей арқылы жабыстыратын боламыз. Ең алдымен екі ортасын қара фетрмен жауып аламыз және қанаттарын жиегінен бастап осылай ыстық клей арқылы фетрімізді картонды жауып жабыстыратын боламыз. Қара түсті фетрдан 4 штук қанаттың суретін бастырып қиып алатын боламыз. Жақсылап ашылып кетпейтіндей етіп, клейімізді жақсылап қыздырып, жабыстырып алатын боламыз. Мен 4 жағында жабыстырып алдым. Енді бетіндегі узорларын оранжевый фетрдан қиып дайындап қойдым. Соны ыстық клей арқылы жабыстырып шығатын боламыз. Міне осылай барлығын жабыстырып шығамыз. Өте әдемі, көзге ерекше бірден түсетін көбелек дайын болады. Бұны фетрдан болмаса фоамиран матасынан жасауларыңызға болады. Міне барлығын осылай 4 жағына да дәл осылай узорды түсіріп шығатын боламыз. Міне мен жабыстырып шықтым. Енді қара резинканы аламыз. Осылай өлшеп алып, ортасындағы картон тұрған жерге бірінші резинамызды ине жіп арқылы осылай екі ортасын біріктіріп тігіп аламыз. Сосын барып картонның бір жағына сол тігілген жерімізді мықтап бекітіп жабыстыратын боламыз. Міне осылай жабыстырамыз. Міне мен екеуінде жабыстырып дайындап болдым. Өте мықты болып тұрады. Міне киген кезде осындай өте әдемі қанат дайын болады. Өздеріңіздің көлемдеріңізге қарай үлкейтіп, кішірейтіп жасасаңыздар болады. Көйлегін қара және оранжевый түсті салафаннан жасадым. Оны келесі видеода екінші бөлім қылып салатын боламын. Назарларыңызға рахмет.